9-шы хадис. Үйленетін қалыңдықтың бойында болуы тиіс сипаттар. Абу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, былай дейді: әйелдің 4 нәрсесіне қарап некелесу керек: мал-мүлкіне, тегіне, сұлулығына және діндарлығына. Сен мүмкіндігің барынша діндарды таңда. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, үйленетін жас жігіттерге әрдайым сыртқы сұлулықтан гөрі ішкі жан дүниесінің сұлулығына қарауды өсиет еткен. Өйткені жанның сұлулығы ескірмейді, әрі нағыз сұлулықтың өзі болып есептеледі. Ал сыртқы келбет көп уақыт өтпей гүл секілді солып, өз кейпінен айырылады. Әдемілігі таңданарлықтай дәрежеде болса да, күндердің күнінде қараусыз халге келетіндіктен шынайы бақытқа жеткізе алмайды. Хазіреті пайғамбардың үйленетіндерге айтқан өсиеттерінің бірі: әйелдердің сұлулығына бола некелеспеңдер, оның сұлулығы мінезінің өзгеруіне алып баруы мүмкін. Оларға дүние мүлкіне бола үйленбеңдер, дүние мүлік оларды азғындыққа соқтыруы мүмкін. Әйелдерге діндарлығы үшін үйленіңдер. Жыртық киімді қара әйел болса да, діндар әйел әлдеқайда артық. Әйел кісі де ер кісінің бойынан діндарлық сипатын іздеу керек. Пайғамбарымыз бұл тұрғыда: сендерге діні мен мінезіне көңілдерің толарлық ер жігіт қыз сұрап келсе, оған қыздарыңды беріңдер. Егер бұлай істемесеңдер, жер бетін жанжал жайлайды. Сонда бір сахаба: «Уа Аллахтың елшісі, егер ол кедей әрі тексіз болса да ма?» деп сұрағанда, Хазіреті пайғамбар: сендерге діні мен мінезіне көңіл толарлық ер кісі қыздарыңды сұрап келсе, қыздарыңды беріңдер деп 3 рет қайталады. Хадиша анамыз Хазіреті пайғамбарымызбен жесір ретінде тұрмыс құрса да, оған дүние мүлкімен жәрдем беріп, пайғамбардың өмірінде ұмытылмастай із қалдырған. Оған деген сүйіспеншілігінің күштілігі соншалық, тіпті онымен сөйлесуге рұқсат сұрап келген Хуайлидың қызы Халаның даусын естігенде, оның даусын Бибі Хадишаның даусына ұқсатып, қуанғанынан тола бойын еріксіз діріл билеген еді. Сонда Айша анамыз оның бұл әрекетін қызғанып, оны неге мұншалықты төбеңе көтересің дегенде, Хазіреті пайғамбар: оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, оның бұл сөзіне ашуланып, Хадиша жайлы: мен оны өте жақсы көремін деп, Хадишаның жан дүниесінің сұлулығын жадында сақтаған.